кедей деген сөз тіпті бұрын болмайтын. Енді пайда болды. Ғайман, ақ патша айналасымен соғысып бітті. Ол қазірге солай болып көрінеді. Бай мен кедейді теңестіреміз деген бір дүрмек басталыпты ел ішінде. Оқығандар Алиханның айналасына топтасып жатыр. Топтассын. Топтассын. Қазақтың байлары қазақтың оқығандарына көмектесетін күн туды. Малым жанымның садағасы, жаным арымның садағасы. Ермек, келші бер. Әке, қазақ оққандардың өзі екке жарылып жатыр. Міне, осы жайында ойланып, толғанып, бір шешімге келейік. Сол үшін Әлихан мырзаны құрметпен шақырттым. Қазақтың бай деген сөзі, орыстың богатый деген сөзінің баламасы емес. Бай болу, Алаштың арманымен өмір сүретін тұлға болу. Ал богатыйлар өз байлығы үшін арын саудалайтындар. Осының ара жігін түсіндіру керек елге. Міне, не істесек те бірге істеуіміз керек.